Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Абу Ханифа мазхабымен және Матурidi ақидасының дұрыс екеніне дәлел ретінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай хадис бар. Имам Ахмедте және Суетуде риуаят етілген хадис, сахих хадис. لا تفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Бұл не деген керемет әскер басшы, және нендей керемет әскер деп мақтаған осы хадисте. Бұл хадиске амал жасау үшін Абу Айюб аль-Ансари, пайғамбарымыз 7 ай үйінде қонақта болған сахаба, сөнеу Стамбулға кеп жерленген осы хадиске амал жасайым деп. Және Амауи халифаты амал жасаймыз деп амал тырысқан, және Аббасид 5,5 ғасыр осы халифаты осы хадиске амал жасауға тырысқан, және Осман империясының басшағы халифалары тырысып нәсіп болмаған. Ең соңында Мұхаммед Сұлтан Фатих Абу Ханифа мазхабын ұстанады, Матуриди ақидасын ұстанатын, және бүкіл әскері Мұхаммед Сұлтан Фатихтың түркілер Абу Ханифа мазхабы мен Матуриди ақидасын ұстанатын. Осы хадиске лайық болып 1453 жылы осы хадиске амал жасап пайғамбарымыздың мақтауына лайық болған.